Армысыздар, әңгіме жинағы каналының көрермендері. 60 жасында алғаш рет тұрмысқа шыққан әже. Авторы Істілеуова Майдана. Той. Кеше шаңыраққа келін түскен. Беташар жыры болып жатыр. Жұрттың бәрі беташарға жиналып, ақша салуға дайындалып тұр. Сол бір сәтте Ақзияштың 6 айлық қызы қараусыз қалған болатын. Ақзияш 7 жастағы ұлына бөпеңе қарай тұр. Қазір тез келемін. Тербетсең ұйықтап қалады деді. 7 жастағы бала қарындасын ұйықтатып, қызық көруге ол да далаға шығып кеткен еді. Той болып жатқан үй болғасын, балалар үйге кіріп шығып жүрген. Сол балалардың қайсы екені белгісіз. Бала жатқан бөлмеге кіріп, сіріңке жағып ойнаған болу керек. Ойнап лақтырған сіріңкесі бесіктегі шілтер матаға лап ете қалатынын қайдан білсін. Өз ісінен қорыққан бала ешкімге айтпастан далаға қарай жүгіріп кетті. Бөлмеде аяғынан басып жанып жатқан сәбидің шырылдаған үлкендер естіді ме, естімеген де болу керек. Үлкендеу апа: «Ей, үйдегі баланың даусы қатты шығып жатыр. Байғұстың ішегі қатып қалар. Кім бар, жұбатсаңдаршы» деп дауыстағанда, жастау келін үйге кіріп кетіп айғайлады: «Өрт! Өрт! Бесік өртеніп жатыр!» Елдің бәрі үйге қарай жүгірді. Бесіктегі шырылдаған сәбиінің өртке орануы Ақзияш үшін ең ұмытылмас, кешірілмес күнә болды. Сәбиі аман қалған, бірақ денесі үлбіреп біраз жері күйді. Өмір бойына денесіне мәңгілік тыртық боп қалды. Айғайлап ауруханада жатқан Ақзияш сәбиінің шырылы жүрегін әбден ауыртты. Сол бір жағдайда өзін кінәлі санаған ана қызының жағдайы тұрақталғанша жүдеп кетті. Арада біраз жылдар өтті. Кезінде өрттен аман қалған қызы 6 жасқа толды. Сол бір жағдай денесінде өшпестей із қалдырған болатын. Сол қыздың есімі Майгүл еді. Әлі де ойын баласы болса да, үстіндегі тыртықтарынан ұялып, ұзын көйлек киюге дағдыланды. Көрші балалар көбіне Майгүлді қатарына қоспады. Майгүлге бір қарағанда қорқатындай. Денесінің жартысы мойны, сол жақ беті кезіндегі күйіктен тыртық болып қалған. Әлі жеткен балалар Майгүлді ұрып та жібереді. Ол кезде үйге жылап келсе де, үлкендер еш уақытта баланың ортасына түспейтін. Мектеп оқыса да, сол балалар Майгүлге әлімжеттік жасап, сумкасына салған нанын, басқа да заттарын тартып алатын. Есейе келе Майгүл тұйық бола бастады. Қатарластары да, көршілер, достары да байғұс қызды маңайларына жолаттырмайтын. Олар Майгүлді кемпір, мыстан тағы басқа мазақ ететін. Сол себепті ешкіммен араласпауға шешім қабылдады. Майгүл бар уақытын кітап оқумен және үйдің тірлігіне арнады. Сабағын да өте жақсы оқыған. Сыртқы келбеті сүйкімсіз көрінсе де, ішкі дүниесі өте мейірімді. Бауырларына қамқор, кішіпейіл қыз еді. Майгүл қыз мектепті қызылмен бітіріп, оқуға құжатын өткізіп қойды. Бірақ тағдыр оған тағы да тосын сый дайындап қойған еді. Өмір ауырдым деп айтпаған анасы қан қысымнан аяқ асты құлап, арбаға таңылды. Байғұс қыз амалсыз оқуын тастады. Келесі жылы оқимын деп ойлаған. Бірақ ауру анасына қараймын деп ақ уақыт зырлап өтіп жатты. Іштей анасына көз алдында жүрген қызының бағын байлағаны жүрегіне ауыр тиетіні айтпаса да белгілі. Ағасы да отбасылы болған. Бірақ көп ұзамай келіні айғай шығарып, артынан ағасы да балаларым үшін деп кетіп қалды. Ара-тұра ақша мен азық-түліктерін әкеп береді.
Сол анасының күтемін деп жүріп, жасы 30-ға келгенін байқамай қалды. Анасы да соңғы кезде жиі ауырып, ана дүниеге аттанды. Әкесі әлдеқашан басқа отбасын құрған. Ақзияш ауру болған соң, 1 жыл өтпей, баласы бар әйелмен басқа қалаға қашып кеткеннен оралмады. Туыс-тумалары жабылып жүріп, көмек қолын созып, Ақзияшты зейнетақы алуына көмектесті. Келіні де ауру енеге шыдамай кетіп еді. Енесі дүниеден озғалы жетіп келгені, қара шаңыраққа ие болу керек екені енді есіне түскен сияқты. Бұрын келмеген ағасы мен жеңгесі енді үйде тұра бастады. Арада тағы 1 жыл өтті. Үйдің бар тірлігін Майгүл жасайтын. Жеңгесі балаларды тастап жұмысқа шығып кетті. Майгүл сол үйдің қызметшісі секілді бәрін дайындап қоятын. Туыстары бұл қызға жаны ашып, сыртынан алып қашу жоспарын құрған. Бірақ Майгүлді көрген еркек шошитындай. Солай жүргенде өзінен бір шама жасы үлкен әйелі қайтыс болған еркек Майгүлді жары етуге келіскен болатын. Майгүлдің туыс жеңгелері үйден кішігірім дастархан жайып, ырымын жасап ұзататын болды. Туған жеңгесі қайынсіңлісінің кеткеніне қарсы еді. Кішігірім ұзату тойы болған Майгүл қатты қобалжулы. Болашақ жары кешігуде. Іштей сансыз сұрақтармен әлек. Неге кешігіп жатыр? Әлде менен бас тартты ма? Күйеу бала келді, көліктері бұзылып кешіккен екен. Жеңгелерінің даусын естіген Майгүл қуанғаннан жылап жіберуге дейін барды. Өзін әрең ұстап, үсті-басын ретке келтіреді. Күйеу жігіт те бөлмеге кірді. Майгүл қатты қобалжығаннан басын көтеруге ұялып отыр. Өзін 18 жастағы бойжеткен секілді сезінген Майгүл болашақ жарына, ұрларына қараған еді. Екеуінің көздері түйісіп қалғаны. Өзінен үлкен болса да, жүзі жылы, тартымды мұрты бар ер кісі екен. Сол кісі бір көргеннен Майгүлді ұнатты. Сыпайы сөйлеген сөзі, өзін сондай сабырлы ұстағаны Майгүл үшін нағыз ер жігіт еді. Майгүл қызға бақыт тілеушілер ақ баталарын беріп, өз шаңырағына аттандырды. Өмірінің ең бір тамаша күнінде енді ғана бақытқа қол жеткізген бейкүнә қызға тағдыр тағы да үлкен соққы жасады. Бақыттан балбұл жанған Майгүлдің жүзіне қан жұғылды. Көлік апатына ұшыраған болатын. Көлік тізгініндегі туысы азып ішімдік ішкен екен. Бәрі аман қалып, тек Майгүлдің күйеуі басынан өте қатты соққы алып, сол жерде жан тапсырды. Бұл қайғылы қаза бәріне оңай болмады. Артынан қалған балалары да бар еді. Әлі де шаңырағына аяқ басып үлгермеген Майгүлді қазаға да қатыстырмай ағасының үйіне әкеп тастады. Сондағы туыстарының айтып кеткен сөздері: келмей жатып күйеуіңнің басын жұттың, саған бекер құда түстік. Бұл сөздер Майгүл үшін тым ауыр еді. Байғұс қыз есінен адасардай күй кешті. Бөлмесіне кіріп алып, ұзақ жылады. Туыстары кеп көңіл айтқаны болмаса, туған жеңгесі қайтып келгеніне қуанышты. Сол бір күннен соң Майгүл сөйлеуді қойды. Үндемей жүре береді. Барлық тірлікті өз қолына алған. Туған жеңгесі бұл қылығына тән риза. Одан кейін де туыс жеңгелер келіп, әлі жассың, сені ұнатып жүрген біреу бар екен, деген сияқты әңгіме бастап еді. Ештеңеге қарамай туған жеңгесі абысындарын айқайлап қуып шықты. Майгүлге де айтпағаны қалмады. Уақыт шіркін зырлап әп-сәтте өте шықты. Арада бірнеше жыл өтіп Майгүл қартайды. Ағасының барлық баласын өсіріп баққанда Майгүл еді.
Қартайғанда туған жеңгесі өткен күннің күнәсі үшін бе? Майгүл 60 жасқа толғанда жеңгесі өз інісіне, ол да сол жаста, кемпірі жоқ, жалға қосты. Қазіргі таңда Майгүл әже өте бақытты. Өз баласы болмаса да, өгей балалары құрметтеп, келіндері сыйлайтын ене болды. Алла бақытын қартайғанда жолықтырған Майгүл әже шалымен қол ұстасып, Қазақстанның әсем қалаларына ұшақпен жиі қыдырады. Кейіпкердің өмірін баяндаған өгей қызы Гүлшат еді. Майгүл әже өмірдегі ең мейірімді қамқор жан. Алла ұзақ ғұмыр берсін, деп әңгімесін аяқтады.